Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран хатым оқу жалғастырамыз. 27-ші пара Әз-Зарият сүресі. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Ибрахим, уа елшілер, бұл келістеріңнің негізгі мақсаты не деп сұрады. Аузубиллахи. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Олар біз бір күнәһар қауымға жіберілдік. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Олардың төбесіне балшықтан күйдірілген тас жаудырмақпыз. لنرسل عليهم حجارة من طين. Ол тастардың әрқайсысына шектен шыққан күнәһарлардың әрбіріне арналып Раббыңның құзырында таңба басылған деді. Мусауаматан инда раббика лил мусрифин. Сөйтіп елшілеріміз әлгі күнәһар қауым жайлаған жерге келіп жеткендерінде алдымен ол жердегі мүміндерді азапқа ұшырайтын ауылдан шығарып аулақ әкеттік. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Әйтсе де біз олардан бір отбасыдан басқа мұсылман болған ешкімді таппадық. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ақырында сол елді мекенде Алланың жан төзгісіз азабынан қорқатындар үшін ғибратты нышан, яғни жермен жексен болған жұрт қалдырдық. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Мұсаның басынан өткен оқиғаларда да талай ғибрат бар. Есіңде болса, оны бұлтартпас дәлелмен, мұғжизамен перғауынға жіберген едік. وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Ол перғауын болса өзінің арқа сүйер әскерімен бірге ақиқаттан теріс айналып Мұса жайлы: бұл я сиқыршы, яки есі ауысқан жынды деді. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Ақыр соңында оның өзін де әскерін де басып салып, бірін қалдырмай теңіз түбіне батырып жібердік. Сонда перғауын күпірлікте табандағаны үшін аһ ұрып, өз-өзін жазғырумен болды. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمَا فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Ат халқының жойылуында да талай ғибрат бар. Біз оларға бәрін түп тамырымен жоятын дүлей дауыл жібердік. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. Бұл дүлей дауыл алдынан шыққанның бәрін сыпырып, сиырып, күлін көкке ұшырумен болды. مَا تَذَرُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتَهُ كَالرَّمِيمِ. Самуттықтарда да талай ғибрат бар. Оларға тағы біраз уақыт қу тіршіліктің қызығына бата тұрыңдар делінді. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. Алайда олар Раббыларының бұйрығынан безіп, азғындыққа салынғанда, тал түсте көз алдарында төбелеріне ғаламат жай оты түсті. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
Сөйтіп олар өз бетінше қашып құтыла алмай тұрған жерінде омалды да қалды, һәм ешкімнен көмек те көрмеді. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Одан бұрын Нұх қауымының да көзін жойған едік, өйткені оларда тура жолдан тайған азғын қауым еді. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Көкке келсек, біз оны құдіретімізбен тұрғыздық, оны үнемі кеңейтіп жатқанда біз, өйткені біз шексіз құдірет пен билік иесіміз. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Жерді көсілте жайып төсеген де біз, өздерің зер салып қараңдаршы, қандай керемет төсегенбіз. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Сондай-ақ ойланып сабақ аларсыңдар деп барлық нәрсені жұп-жұбымен жараттық. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ فَلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, қауымыңа ендеше уақыт оздырмай Аллаға жан ұшыра жүгіріңдер, яғни Алланы паналауға асығыңдар. Шүбәсіз мен сендерге оның тарапынан келген анық ескертушімін. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Алламен қатар басқаны да тәңір тұтып, Аллаға серік қоспаңдар. Шүбәсіз мен сендерге оның тарапынан келген анық ескертушімін деп айт. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Садақаллаху лазим. 51-ші аяттың соңы.